Құдайға шүкір, құрметті бауырластар, Құдай сіздер жарылқасын, Құдай сіздерді толықтай саулықтырсын. Сіздердің денеңіз ол Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Сіздің денеңіз Құдайдың қолында. Біздер сеніммен саулық аламыз. Өйткені айқыш ағашта Иса Масих ол біздер үшін құрбан болып, өз киелі қанын төкті. Сол киелі қан арқылы біздер толықтай саулық алдық. Аумин. Осы киелі кітапта Лука жазған ізгі хабар 13-ші тарау 10-шы аятта былай деп жазылған. Бір демалыс күні Иса мәжілісханалардың бірінде жұртқа тәлім беріп жатты. Сол жерде бүкірейіп қалған бір ауру әйел де бар еді. Ол жын соққандықтан 18 жылдан бері денесін түк ұстай алмай бүкірейіп қалған. Иса әйелді көріп қасына шақырды да, замандас, енді ауырынан құтылдым деді. Үстіне қолын қойып, әйел сол сәтте ақ бойын жазып түрегеліп Құдайды мадақтады. Көрдіңіздер ме? Құдайдың құдіретін, Құдайдың шипалы емін. Құдай ол біздерді де солай сауықтыра алады. Біздер сол емді, сол шипалы емді қабылдауымыз керек. Еш күмәнсіз. Біздер әрқашанда Құдайдан шипалы ем сұрауымыз керек. Өйткені ол біздер үшін үлкен бағалы құн төледі. Исаның жарақаттарымен біздер саулықтық. Өйткені Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Аумин. Сол саулықты қабылда, бауырым. Өйткені Құдай ол біздер үшін өз киелі қанын төкті. Біздерге аурулардан бостандық берді. Біздер Құдайға сеніп, ешқашанда күмәнданбауымыз керек. Өйткені Құдай ол саулықтырушы Құдай. Құдай айтады, менің жарақаттарымен, Исаның жарақаттарымен сіздер толық саулықтыңдар деп. Сол саулықты қабылда. Біздер әрқашанда Құдайға ризашылығымызды білдіруіміз керек. Біздер көрінбейтін затқа сеніп, соған илансақ, соны иланумен қабылдасақ, сонда Құдай біздерге сұрағанымызды береді. Аумин. Сондықтан біздер әрқашанда жариялауымыз керек. Иса Масихтың жарақатымен мен саулықтым. Иса менің өмірімде керемет саулық берді. Керемет ғажайып істерін істеді. Мен соған сенемін. Мен саулықты алдым деп біздер жариялауымыз керек. Мен жас кезімде, кішкентай болғанда, біздің ауылда бір апай болатын. Ол орыс апай, Миронова дейтін апай. Сол кісі адамдарды емдейтін. Көптеген қазақстандықтар келіп, Қазақстанның көп қалаларынан келіп, сол кісіге келіп емделетін. Ол кісі жаңағыдай өзінің бөлмесіне кіреді, сол жерде Исаның жаңағыдай фотосы бар, сол фотоға қарап, икона дейді оны. Сол икона арқылы адамдарды емдейтін. Сол адамдар шынайы сол кісіден, қарапайым апайдан, жасы келген апайдан ем алатын. Исаның атын айтқанда, ол сыйынғанда сол емді адамдар алатын. Ағыл тегіл көп адамдар келетін. Сондық біздер иконаға емес, біздер Құдайға сенеміз. Біздер Құдайдан аламыз шипалы емді. Біздер сол суретке қарамаймыз. Кейбіреулер суретке де сенеді, суреттерін де апарады. Бірақ та Құдай ол суретке емес, біздің жүрегімізге қарайды. Біздің жан дауысымызды естиді, дұғаларымызды. Сондықтан біздер қарапайым адамдармыз. Біздер де сол апай сияқты, егерде киелі кітапта жазылған, егерде сізге қолын қойып, сенуші адам дұға етсе, сіздер саулық аласыңдар деп. Өзің ауырып жатқан жеріне қолыңды қойда, сол шипалы емді Құдайдан сұра. Адамдарға үміттенбе. Адамдар олар бар, қазір бар, ертең жоқ. Сондықтан сен Құдайдан сұра сол шипалы емді. Егерде сол бұрынғы кезде сол апай жаңағы Исаның атынан емдесе, қарапайым сөзбен біздер де соны істей аламыз. Сондықтан егерде сен тума туысқандарың, егерде бауырластарың ауырып жатса, сол Исаның атын айтып, Исаның атымен сол емді жариялап, соны
сен де жариялап сол кісіні толықтай Исаның атымен сауығып кетеді. Құдай сіздерді жарылқасын, Құдай сіздерге ақ батасын берсін. Әрқашанда сенімде болыңыздар, әрқашанда бір-біріңізді сүйемелдеп, көтеріп, бір-біріңізге дұға етсеңіздер, әрқашанда Құдай саулықты береді. Әлбетте, Құдай ол сауықтырушы Құдай. Құдайдың қолынан бәрі келеді. Иса Масихтың атынан, аумин.